Сәлем достар, бүгін біз сендермен бірге шахмат ойнамаймыз, тек шахматты қалай жүру керектігін үйретемін бүгін сіздерге. Шахмат білмейтіндер осы видеоны қарасын, және осы видеоның астында лайк қойып менің каналыма жазылыңыздар, өтініш. Ал біз кеттік. Ең біріншісінде мынау пешка деп аталады. Бұл бүйтіп екі жаққа жүреді. Ол екі рет жүруден бірақ шансы бар. Кейін қалай жейді десеңіздер, ол бүйтіп жейді. Мысалы, бүйтіп жүрсем, ол тіке жемейді, бұрылып жейді. Ұқтыңыздар ма? Ал мынау ол ладья деп аталады, кеме немесе қазақша. Қазір оның қалай жүру керектігін көрсетем. Ол тек тіке ғана жүреді, үстіп тіке жолдарда. Үстіп жейтін кезде бүйтіп жейді. Бұл ат, бұл Г-мен жүреді. Қараңыздар, Г. Көріп тұрсыздар ма? Бүйтіп Г. Жейтін кезде оны бүйтіп жейді. Көрдіңіздер ма? Ал мынау болса, бұл піл деп аталады. Мынау піл. Бұл шашка ойнап жатқан кезде сіздерде дамка дейді ғой, иә? Соның орнын алмастырушы мынау. Не? Қазір көрсетемін. Ол бүйтіп жейді. Бүйтіп жүреді. Бүйтіп жүреді де бүйтіп жейді. Ұқтыңыздар ма? Ал мынау болса ферзь деп аталады. Ол кез келген жаққа жүре береді. Мысалы, бүйтіп кез келген жерге. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Кез келген жерге. Артқа. Бүйтіп болсын. Бүйтіп болсын. Кез келген жерге жүреді. Бұл король. Бұның аты мынау король. Бұл осы ойындағы ең маңызды фигура. Бұған шабуылдамау керек. Мысалы, мен қарада ойнайын, ақта ойнайын, міне. Бүйтіп. Міне, және мынаған қауіп төндіреді бүйтіп. Көрдіңіздер ме? Бұл егер бүйтіп, мынаны шах дейді, егер бүйтіп тиіп тұрса. А егер корольдің жүретін жері қалмаса, қараңыздар, жүре алмайтын жерге жүрсем, мынау тұр. Көрдіңіздер ме? Осыны мат дейді. Сол үшін ғой ойынның аты шах және мат деп аталады. Екеуінің қосындысынан шыққан. Көрдіңіздер ме? Бүгінге видеомыз аяқталады. Сау болыңдар.